Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңдар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз нәруыздар, олардың құрылысы мен қызметі. Нәруыздар мономерлері амин қышқылдары болып табылатын биополимерлер. Тірі ағзалардың нәруыздарының құрамына амин қышқылдың 20 түрі кіреді. Нәруыздардың молекуласы қалыптасқан кезде амин қышқылдары белгілі бір ретпен химиялық байланыспен қосылады. Бірақ амин қышқылдарының қосылу реті ДНК-да жазылған және тұқым қуалау ақпараты деп аталады. Әрбір нәруыздің құрылысы ерекше болады. Амин қышқылдарының 20 түрі әртүрлі ретпен қосылады, олардың саны түрлі болуы мүмкін. Нәруыздардың молекулалары әртүрлі үйлесімде бірнеше данадан мыңдаған данаға дейінгі амин қышқылдарынан тұрады. Сондықтан нәруыздардың алуан түрлілігі шексіз. Адам ағзасында нәруыздардың бірнеше миллион түрі болады. Нәруыздардың қасиеті мен қызметі. Нәруыздардың көпшілігі суда жақсы ериді, сондықтан олар өздерінің биологиялық қасиеттерін судағы ерітіндісінде көрсетеді. Бірақ ерімейтін де нәруыздар бар. Мысалы, сүйек нәруызы осин немесе буын нәруызы, сіңір және тері нәруызы, коллаген суда ерімейді. Нәруыздардың қасиеттері алуан түрлі. Ол нәруыздардағы амин қышқылдарының құрамы мен мөлшерінің де әртүрлі болуына байланысты. Мына жерде мысалы деген екінші пунктке мән береміз. ұбт тестінде осы жерде сұрақ көп кездеседі және олар суда ери ме, ерімей ме? Осы жерде жақсылап естеріңізге сақтап қалыңыздар. Нәруыздардың негізгі 3 қызметі бар. Біріншісі құрылыстық қызметі. Барлық тірі ағзалар негізінен нәруыздардан тұрады. Нәруыздарда барлық жасушалық құрылым құрамына кіреді де, жасушаның құрғақ массасының 80% немесе орташа алғанда 70% су алады деп есептегенде, шикі массасының 20% құрайды. Екіншісі ферментативтік қызметі. Әрбір тірі жасушада күрделі биологиялық реакция жүреді. Жасушаға түскен заттар ыдырайды, басқа заттар керісінше түзіледі. Осылардан бөлінген энергия қолданылады, жұмсалады және синтезделеді. Жалпы жасуша бір мезгілде жүздеген мыңдаған әртүрлі реакциялар жүретін алып химиялық зертхана сияқты жұмыс істейді. Тірі жасушаларда жүретін реакциялардың жоғары жылдамдығы мен дәлдігін нәруыз, катализатор немесе реакцияны тездеткіштер, ферменттер қамтамасыз етеді. Нәруыздардың энергетикалық қызметі көмірсулардағы сияқты, нәруыздар басқа да көптеген қызметтерді атқарады. Реттейтін қызметі. Гормондар ағзадағы физиологиялық үдерістердің реттегіші болып табылады. Адам мен жануарлар гормондарының бір бөлігі нәруыздар болып табылады. Нәруыздардың қорғаныштық қызметі. Иммунитетті қамтамасыз етуден тұрады. Адам ағзасы мен жануарларда қорғаныш нәруыздары антиденелер түзіледі. Олар ауру тудыратын микроорганизмдердің тіршілік әрекетін жояды. Сонымен қатар фибриноген сияқты нәруыздар қанның ұю үдерісіне қатысады. Фибриноген туралы біз сіздермен қан жасушалары туралы тақырыбын өтеміз, сол кезде толығырақ айтамын. Сүйек нәруызы, осин мен сіңір нәруызы, коллаген механикалық қызметті атқарады. Бұлшықет нәруызы, актин мен миозин жиырылғыштық қызмет атқарады. Гемоглобин нәруызы тасымалдау қызметін атқарады. Осы жердегі 3 пунктті жақсылап жазып жаттап алыңыздар. Тестте үнемі кездеседі. Осы гемоглобин нәруызы қанның құрамында болады және ол оттек пен көмірқышқыл газын тасымалдайды. Мүмкін білетін шығарсыздар оны. Түсі бар нәруыздар пигменттік қызмет атқарады. Мысалы, терідегі меланин, әртүрлі шаш түсі әр адамда әртүрлі, көздің қасан қабықшасының барлығына осы нәруыздар жауап береді, пигменттік нәруыздар. Осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийге қойыңыздар, пікірлеріңізді жазуды міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.